Сіздерме құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Димаш Құдайберген су тасқынынан зардап шеккендерге 15 миллион теңге аударды. Ол саяжай аумағында тұратын, бірақ қазір баспанасын тастап номер 40 мектепте уақытша тұрып жатқан тұрғындармен кездесті. Ол алдымен баспанасына су кірген қамкөр жерлестеріне демеу болып, олардың жанынан табылды. Жылы сөзін арнап мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы негізіндегі елде атқарылып жатқан істерге тоқталды. Бала кезден бастап тілеуімді тілеп, биікке қанат қағып, қалықтап жүруіме тілекші болып жүрген жерлестерімнің қал жағдайын білмей кете алмадым. Жаңалықтардан мемлекет тарапынан ауқымды сомада көмек беріліп жатыр дегенді оқып жатырмын. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, деді әнші. Өзі де игі істен шет қалмай туған жеріне сапары барысында қайырымдылық қорға ақша аударды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.